10-шы сабақ тыныс алу мүшелері. Бүгінгі сабақта адамның тыныс алу жүйесімен танысасыздар. Тыныс алу жүйесінің басты мүшесі өкпе. Өкпеде қан оттегіне қанығады. Ал біз жұтқан ауа өкпеге қалай барады? Арнайы түтікшелер арқылы. Ғылымда бұл түтікшелер тыныс жолдары деп аталады. Ал енді мұрын арқылы біз тыныс аламыз. Ол көптеген қызметтерді атқарады. Тыныс жолдарында ол ауаны бірінші болып қабылдайды. Ауа әртүрлі болуы мүмкін. Қысқы мезгілдерде мұрын ауаны жылытады. Аптап ыстықтарда ыстық ауа мұрын арқылы өткенде шырышты қабат оны ылғалдандырады. Бұл өкпеге таза, әрі қажетті деңгейде ылғалданған ауа жеткізуге көмектеседі. Ауа шаңды болса, мұрын ауаны тазартады. Ауа жұтқыншақ арқылы көмейге, одан әрі кеңірдекке өтеді. Онда тағы тазарады, әрі ылғалданады. Кеңірдек екі ауа тамырға бөлінеді. Осы ауа тамыр арқылы ауа өкпеге келеді. Өкпе ұсақ көпіршіктерден құралады. Өкпеде газ алмасу үдерісі жүреді. Яғни мұнда қан оттекті сіңіріп, бойындағы көмір қышқыл газды бөліп шығарады. Ағзамызға оттек үнемі қажет. Сондықтан біз тоқтаусыз тыныс аламыз. Есіңде сақта, тыныс алу мүшелеріне мұрын, кеңірдек, ауа тамыр мен өкпе жатады. Суық тигенде неліктен мұрыннан су ағады? Суық тигенде мұрыннан су ағуының негізгі себебі дененің табиғи қорғаныс реакциясы. Суық тигенде мұрынның ішкі бетінде орналасқан шырышты қабынып, дене оның көлемін арттырады. Бұл инфекциядан немесе сыртқы тітіркендіргіштерден қорғану үшін туындайтын дененің табиғи әрекеті. Шырыш микробтар мен вирустарды тұтып, оларды сыртқа шығарады. Сен білесің бе? Оң жақтағы өкпе сол жақтағы өкпеге қарағанда сәл үлкендеу болады. Қазіргідей суық мезгілдерде тысқа шыққан уақытта мұрныңнан шырыш бөлінетінін байқаған шығарсың. Суық ауадан мұрыннан шырыштың бөлінуі бұл дененің тыныс алу жолдарын қорғау және шырышты қабаттардың құрғауына жол бермеу мақсатында қабылдайтын қорғаныс шарасы. Мұрын қуысы жылу мен ылғалдығы төмен ауаны жылытып, тыныс алу жолдарын қорғау үшін көп шырыш бөледі. Тыныс алу мүшесі өкпе туралы қызықты деректерді біле жүрейік. Біздің өкпеміз шар тәрізді емес, губка тәрізді жұмсақ әрі жеңіл. Өкпеде 300 миллионнан 700 миллионға дейін альвеола, яғни ауалы көпіршік бар. Олар ауа қабылдауға және оттегін қанға өткізуге жауапты. Бұл көпіршіктердің жұмыс істеуі өкпенің тиімділігін қамтамасыз етеді. Құрамында антиоксиданттар бар тағамдарды тұтыну, мысалы жемістер, көкөністер, жаңғақтар, өкпені зиянды заттардан қорғауға көмектеседі. Өкпенің түсі қызғылт болып келеді. Бірақ темекі шегу немесе ауаның ластануы оны сұр түске өзгертуі мүмкін. Сондықтан өкпені таза және сау ұстау маңызды. Өкпені таза ұстаудың ең оңай жолы таза ауада уақыт өткізу. Табиғатта серуендеу немесе таза ауада тыныс алу өкпенің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі.